Бүгін біз Мұхтар Мағауиннің Шыңғысхан атты романын толық талдайтын боламыз. Мұхтар Мағауиннің Шыңғысхан романы 13 ғасырдың басындағы Ұлы Даладағы аса маңызды тарихи оқиғаларға негізделген. Бұл кезең көшпелі түркі-моңғол халықтарының тағдыры түбегейлі өзгерген дәуір. Атап айтсақ, роман Шыңғысхан дүниеге келуімен бастау алып, оның балалық шағы, оның билікке келу жолы, оның ру тайпаларды біріктіруі, алғашқы әскери жорықтары және империяның негізін қалауымен аяқталады. Роман 1162 жылы Темүжін дүниеге келуімен бастау алып, оны Моңғолияда хандық құрып, Хорезм, Қытай, Орта Азия, Шығыс Еуропа сынды мемлекеттерге шабуыл жасауымен жалғасын табады. Бұл кезең әлем тарихында үлкен ықпал еткен Моңғол империясының іргетасы қаланған уақыт еді. Автор сол заманға саяси, әлеуметтік жағдайды, ру тайпалар арасындағы теке-тірестерді, дала заңдылықтарын аса шеберлікпен сипаттайды. Көшпелі жұрттың тұрмысы, салт-санасы, табиғатпен үйлесімді өмірі кең көлемде баяндалады. Шығарманың негізгі идеясы қандай, автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді? Романның басты идеясы Шыңғысханды тарихи әділетті тұрғыда бағалау. Кеңес заманында Шыңғысхан қанішер, жауыз ретінде сипатталады, ал Мұхтар Мағауин атамыз бұл көзқараспен келіспейді. Ол Шыңғысханды тарихи тұлғаны ұлттық таным арқылы сипаттайды. Көшпелі өркениеттің өкілі, дала заңдарының жаршысы, әділеттің символы ретінде қарастырады. Автор негізгі көтерген мәселелері тарихи тұлғаның шынайы бет-бейнесін көрсету, көшпенділердің өркениетті қоғам құрғанын дәлелдеу, дала заңдарының маңыздылығы, билік пен руханияттың арақатынасы, ұлттық тарихи сана мен жадыны ояту. Мұхтар Мағауин атамыз тарих ол да идеологиялық құрал деген ойды меңзейді. Және ол тарихты тек еуропалық немесе ресейлік көзқараспен емес, өз көзімізбен, өз танымымызбен қарауға шақырады. Романдағы басты кейіпкер Темүжін, кейінгі атауы Шыңғысхан. Ол шынайы тарихи тұлға. Автор оның балалық кезден көрген қиындықтарын, ержеткен сайын шыңдалуын және ел билеудегі даналығы мен жаугершілігін қатар көрсетеді. Темүжін әділ, қажырлы, ойлы және шешім қабылдауда өте батыл болды. Автор осы романда оны тек жалғау алушы ғана емес, сондай-ақ өз елін, жерін біріктірген көшбасшы ретінде қарастырады. Кейінгі кейіпкер Бөрте, ол Темүжіннің әйелі, сұлулық пен ақылдың иесі. Ол отбасына берілген, күйеуі қиын қыстау кезде күйеуінің қасына тіреу бола білген. Және жазушы Бөртені ел анасы деңгейіне көтереді. Кейінгі кейіпкер Жамұқа, Темүжіннің бала кезден келе жатқан досы, бір кезде жауына да айналады. Екі жолды таңдаған екі тарихи тұлға. Жамұқа өз пайдасын көздеген билік құмар адам ретінде көрсетеді, бірақ ол да өзінше күрделі, қайшылығы мол кейіпкер. Жошы, кейінгі кейіпкер Жошы, Шыңғысханның тұңғышы. Жошының бейнесі арқылы әкелік сенім мен күдік, билік пен мұрагерлік мәселелері бейнеленеді. Жошы парасатты, сабырлы және салмақты тұлға ретінде бейнеленеді. Мұхтар Мағауин бұл романды ежелгі моңғол, түркі-моңғол дәстүрін көркем тілмен тірілтіп, оқырманды сол дәуірдің рухани өміріне жетелейді. Шығармада сипатталған басты салт-дәстүрлер: ант беру рәсімі. Жамұқа мен Темүжін бала кезінде бір-біріне адалдық таныту туралы ант береді. Бұл көшпенділер арасындағы бауырластықтың ең жоғары формасы еді. Автор бұл рәсімді үлкен әсермен суреттейді. Қан шығарып ант беру, мәңгілік дос болу ұлы даладағы өте жоғары құбылыс еді. Құда түсіп үйлену дәстүрі. Темүжін мен Бөртенің үйленуі осы романдағы ерекше оқиғалардың бірі. Темүжіннің жас кезінде атастырып, кейін қайта табысуы дала салтындағы уәдеге берік болудың маңыздылығын көрсетеді. Қалың мал, ұзату, той сияқты элементтер де бұл жерде егжей-тегжейлі жазылады.
жорық алдындағы діни рәсімдер, тәңірге табыну, жорыққа шығар алдында жебе тарту, құрбандық шалу, дұға тілеу. Бұл сол замандағы наным сенімдердің көрінісі. Шыңғыс хан өз әскерін рухын көтеру ретінде жорыққа шықпай бұрын осы рәсімдерді, діни рәсімдерді орындайтын болған. Шыңғыс ханның ақ киізге көтеріліп хан сайлануы, тайпалардың ұлы құрылтайында хан сайлануы қазақ хандығындағы дәстүрдің түпкі негізін көрсетеді. Бұл ұжымдық келісім дала демократиясы. Біздің алғашқы хандарымыз Керей мен Жәнібек те осы салтпен ақ киізге көтеріліп құрылтайда хан болып сайланған еді. Жаза мен марапат заңдары, яссы заңдары бойынша қатаң тәртіп орнату. Сатқындық жасағандарды жазалау, ерлік жасағандарды марапаттау, ел басқарудағы әділдік пен тәртіпті білдіреді. Шыңғыс хан ондық жүздік одақтарды құрған еді, және осы тұста бір адам қателессе, бір адам сатқындық жасаса, түгел өзінің қасындағы адамдармен жазалайтын болған. Бұл әскер арасындағы тәртіпті мықты қылып, осыншама жерді жаулап алуға, үлкен әскери рухты қалыптастыруға үлкен көмек тигізген. Бұл романды оқу мен үшін өз тарихымды, тегімді жаңаша тану болды. Ерте замандағы көшпелі ата-бабаларымыздың мемлекет құруы, құқықтық жүйе орнатуы, қазіргі заманда біз мақтанатын негізгі құндылықтар. Және бұл романда мен өзім үшін түртіп алған танымдық жаңалықтармен бөлісе отырсам. Шыңғыс ханның қазақ тарихына қатысы. Бұрын тек моңғол ретінде білсек, бұл шығарма арқылы оның арғы тегі Орталық Азиядағы ру тайпаларымен байланысы айқындала түсті. Батыс тарихшыларының бұрмалауы. Мағауин бұл тұлғаны тек қаншы ретінде көрсетуге қарсы шығып, оны әділет орнатушы ретінде сипаттайды. Осы арқылы мен тарихты батыс немесе Ресейдің көзқарасында емес, өзімнің көзқарасында оқу керек екенін түсіндім. Дала демократиясы мен құқықтық негіз. Яссы заңдарының сол кездегі тәртіп орнату мен заңдарды сақтау үшін қаншалықты маңызды болғанын білдім. Бұл адамзат тарихындағы алғашқы құқықтық жүйелердің бірі. Кейінгі біздің қазақ тарихымызда да ең алғаш Қасым ханның Қасқа жолы, Есімнің Ешкі жолы, Тәукенің Жеті жарғысы секілді осы тәртіпті сақтау үшін негізгі заңдар жинағы шығып отқан еді. Әйелдердің орны. Бөртенің бейнесі арқылы әйел ананың елдегі, отбасыдағы рөлі терең сезіндім. Ол елдің тірегі, жаңа ханның арқа сүйері болды. Бұл кітапты оқу арқылы мен өзімнің тарихымды, өзімнің өткендегі ата-бабаларымның істеп кеткен тарихын ғана білген жоқпын. Өзімнің болашағыма да үңіле білдім. Өткенін білмеген ел өзінің болашағын білмейді дегендей, ең алғаш болашағымызды болжап, қазіргімізді бағалап отыру үшін де осы тарихымызды білуіміз керек екенін нық ұқтым. Осы тарихи романда маған ұнаған үзінділер. Бірінші үзінді Темүжіннің анты, тәуелсіздік пен арман жайлы. Мен Темүжінмін, менің атым Темүжін. Мен бұғаудағы халықтың ұлы емеспін. Мен қанды төсек үстінде қалжыраған ерлердің ұрпағымын. Менің қанымда даланың желі, менің кеудемде көк аспанның кендігі. Мен өз халқымды азат етемін. Бір тудың астына жинап ел етемін. Ата-баба рухы мені қолдасын. Бұл Темүжіннің ішкі серті. Бұл жерде маған еркіндікке деген құштарлық пен тағдырды өзгертуге деген қайсарлықты көрсетті. Екінші үзінді Шыңғыс ханның билікке келуі, ақ киізге көтерілген сәт. 100 мың қолдың көз алдында ақ киіздің үстіне отырғызылған Темүжінді ақсақалдар басынан сипады. Аспан асты мен жер үсті куә болды. Енді ол жай ғана батыр емес, хан ғана емес, Шыңғыс хан, ұлы жұрттың ұлы көсемі. Бұл бүкіл романдағы кульминациялық сәт еді. Бұл үзінді арқылы көшпелі дәстүр, сенім мен тарихи тағдыр бір арнаға тоғысады. Үшінші үзінді Бөртенің Темүжінге айтқан сөздері. Сенің жаның жаралы, Темүжін, бірақ бұл жара жеңілсін емес, үлкен жеңістен алды. Сен өз тағдырына ие бола білдің. Елдің де, менің де тірегім сенсің. Біз бірге еңсереміз, сен хан болуға лайықсың. Бұл үзіндіде әйел бейнесінің даналығы, махаббат пен сенім көрінеді. Шыңғыс ханның жеңісі тек қылыштың күші емес, жанындағы адамдардың қолдауы арқылы келгенін көрсетеді.
Төртінші үзінді Шыңғыс ханның ұлдарына өсиеті. Ұлым, ел басқару темір қылышпен ғана емес, әділ заңмен де жасалады. Әскерің сенімді болсын, бірақ халқың одан да сенімді болсын. Ұлы мемлекеттің іргесі тәртіп пен адалдық. Бұл үзінді нағыз тәлім-тәрбие, әке мен бала арасындағы диалог арқылы мемлекеттің діңгегі не екенін түсінуге болады. Бесінші үзінді Жамұқанның өкініші. Жамұқан осы Шыңғыс ханнан жеңілгендегі оның айтқан сөзі. Біз бір едік, бірге ойнап өстік. Бірақ мен көк желкен болуды таңдадым. Бесінші үзінді Жамұқанның Шыңғыс ханнан жеңілгендегі оған айтқан сөзі еді. Біз бір едік, бірге ойнап өстік. Бірақ мен көк желкен болуды таңдадым. Сен көктемнің самалындай елге сая болдың. Енді түсіндім. Ең ұлы жеңіс өз халқының махаббатын жеңіп алу екен. Жамұқанның бұл сөздер сатқындық пен өкініштің, шын досқа деген сағыныштың трагедиясы еді. Алтыншы үзінді соңғы сөз. Шыңғыс хан осы сөз арқылы өз тағдырын баяндайды. Мен ұлы даланы біріктірген Шыңғыс ханмын, бірақ мен де адаммын. Тағдыр маған билік берді, бірақ ол үшін мен бәрінен айырылдым. Арман орындалды, бірақ оның құны тым ауыр болды. Бұл терең философиялық ой. Адам болмысы, жеңістің бағасы, билік пен жалғыздық еді. Жалпы бұл үзінділер тек әдеби көркемдік қана емес, терең тарихи, психологиялық және рухани мәні бар жолдар еді. Шыңғыс хан романын оқып отырып, мен әр бет сайын әртүрлі көңіл-күйлерге, әртүрлі сезімдерге боялдырдым. Шығарма шымыр әрі оқиғаларға толы болғандықтан, кейбір тұстарда жүрегім дүрсілдеп, кейіпкерлермен бірге қуандым, тебірендім және күйіндім. Темүжіннің балалық шағы әкесінен айырылып, жоқшылықта өсуі қатты жаныма тиді. Анасы өлеңнің балалар үшін қайсарлығы, кішкентай балалар үшін күресуі көзіме жас үйірді. Бұл тұста шынайы аналық мейірім, тағдыр талқысы қатты әсер етті. Жамұқан мен достығы, кейінгі олардың қасіретті соғыстары, балалық кезден бірге болып, бірге арман қуалаған достардың кейінгі соғыстары, кейінгі бір-біріне жалғасуы, жалпы адамның өмірдің шынайы бет бейнесін ашқандай болды. Осы жерде оқығанда ішкі арпалыс, сатқындық пен өкініш сезімдері маған қатты білінді. Шыңғыс ханның ел бірлігін сақтап қалуда қатал шешімдері мен заң шығаруы мені таңғалдырды. Ол билікке жету жолы оңай емес екендігін және әрбір жеңістің артында үлкен құрбандық жатқанын түсіндіре білді. Оның парасаттылығы, таланты, осы шешім шығара білуі маған қатты әсер етті. Жорық кезіндегі суреттеулер, дала көрінісі мен жауынгерлердің тағдыры жүрекке патриоттық рух сыйлады. Сол кезде өмір сүріп жатқандай күй кештім. Өзім ауылда өскен соң сол кездегі ат тұяқтарының дүбірлері құлағыма естілді. Кейіпкерлердің ішкі жан дүниесі және философиялық ой толғамдары мені терең ойға түсірді. Билік, әділет, ар намыс, сатқындық және махаббат туралы түрлі ойлар мені терең тұңғиыққа жетеледі. Бұл шығарма мені рухани толғанысқа түсіріп, тарихқа жаңаша көзқараспен қарауға итермеледі. Жалпы бұл кітапты не үшін достарыма ұсынар едім? Бірінші, ұлттық рухты ояту үшін. Себебі бұл кітапты оқыған әрбір қазақ баласы өз бойындағы тектілік пен рухты оята алады. Бұл шығармадағы әрбір кейіпкердің бойынан табандылықты, батырлықты, байсалдылық пен отансүйгіштікті үлгісін көре аламыз. Екіншісі, тарихты көркем тілмен жеткізеді. Мағауин тарихи деректерді ешқашан құрғақ тілде баяндамайды. Оны тарихи деректерді көркем әдеби тілмен ұштастырып, қызықты әрі түсінікті етіп жеткізеді. Бұл әсіресе жастар үшін, яғни біз үшін өте тиімді еді. Өйткені ол біз үшін әрі қызықты түрлі сюжеттер, түрлі қызықты оқиғалар арқылы адамды өзіне бірден баурап алады. Шыңғыс ханға деген көзқарасты өзгертеді. Көпшілік әлі күнге дейін Шыңғыс ханды жауыз, қанішер, отырады қиратқан адам ретінде бейнелейді. Бірақ бұл кітапты, бұл шығарманы оқи отыра біз Шыңғыс ханды жаңа қырларынан тани аламыз. Оның нағыз стратег екенін, нағыз керек кезде
табандылықпен батылдықты көрсете алатынын, керек кезде жақсы бір шешімдер қабылдай алуы, нағыз көшбасшы лидер болуы, өзінің жан-жаққа бытырап кеткен тайпаларының басын біріктіруі, жалпы бізге көптеген, біз осы Шыңғыс хан бойынан көптеген өзімізге қасиеттерді алу керек екенін ұғына аламыз. Жалпы тіл байлығымызды арттыру үшін Мағауин атамыздың тілі бай, өте көркем және шұрайлы. Бұл кітапты оқи отыра қазақ тілінің тереңдігіне таңғалуға болады. Жалпы көшбасшылық қасиетті үйретеді. Жаңа айтып өткендей, Шыңғыс ханның бойындағы осы көшбасшылық, лидерлік қасиетті біз көре аламыз. Әділет пен тәртіпті, ел билеу үшін қатал болу керектігін барлығын осы Шыңғыс ханның бойынан таба аламыз. Жалпы бұл кітап қазіргі жастарға рухани бағдар беретін, ұлттық кодты танытатын ерекше шығарма ретінде өзім көремін. Бұл кітапты әрбір қазақ, тарихты жақсы көретін, жалпы тарихымызды білгісі келетін әрбір қазақ баласы бұл кітапты оқуға міндетті деп ойлаймын. Жалпы Мұхтар Мағауин туралы сөз қозғасақ, Мұхтар Мағауин 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті мен тарихындағы ірі тұлға. Ол тек жазушы емес, ұлтты ойлаған, ұлтшыл, ойшыл, қайраткер, қаламгер. 1940 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келді. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Қобыз сарыны атты ғылыми зерттеу еңбегі арқылы әдебиеттегі жыраулық дәстүрді жаңғыртқан тұлға. Жалпы оның шығармаларына тоқталатын болсақ, Аласапыран 15 ғасырдағы қазақ хандығы тарихына арналған роман, Сары қазақ, отарлық езгідегі ұлт трагедиясы, Шахан шері, намыс пен ерлікті насихаттайтын повест, Жармақ, мен және осындай көптеген өзінің шығармалары, еңбектері бар. Жалпы Мұхтар Мағауин кеңес үкіметіндегі цензураға қарсы шыққан, ұлт тарихын қайта зерделеп, тарихи тұлғаларға осы ақтауға еңбек еткен. Ол шындықты айту үшін ешкімнен қаймықпаған, қорықпаған еді. Жалпы 2000 жылдары елден уақытша кетіп Чехияда тұрған, бірақ шығармаларын шығаруды тоқтатпаған. Мұхтар Мағауин ұлттық ар-намысы мен рухының айнасы, ұлттың ар-намысы мен рухының айнасы. Оның әрбір шығармасы қазақтың шежіресі және бізге келешек ұрпаққа еңбек ретінде қалады.